Балалар, сәлем бер. Ой, сәлеметсіңдер ме? Отыра беріңдерші. Балалар, мен қазір ғана собраниеден шықтым, тәртіптерің нашар дейді. Мен неге сендер үшін ұрыс естуім керек? Жоқ, маған ұнайды дейсіңдер ме? Басымды салбыратып, бүйтіп сүмірейіп, бүкіл мына мектептің көзінше тұрған. Осы апта мектепке цирк келеді екен. Олар да ерікті ғой келмейтін кезде кеп. 20 билет берді, бәрін сатып алуларың керек екен. Бір билет алғандар суббота сабаққа келмейді. Жандос жазайын ба сен? Ой Алла, сабаққа келмеу десе бірінші очередь аласың ғой. Миллионның билеті осы, соны сатып алайын деп тұрсың ғой. Екі формасы келесіңдер. Айдана, Гүлім, Айжан, Гүлнар. Формасы десе тыртимай дұрыстап киініп келіңдер. Айтпақшы, мынау циркта маймылдар болады. Маймыл мен маймыл болып кетпей, барыңдар да көріңдер да классқа келіңдер, сабаққа отырыңдар одан кейін. Арамызда саудагер, билет сатқыш, өте пысық адамдар бар. Ана алған билетін басқа класстарға сатып жіберетін. Мен тексерем кен, цирктан кейін сабақта отыратын болыңдар. Ол билет еще 500 теңгеге алып 900 теңгеге сатып жіберетін қайтесің? Одан кейін мынау концерт дейма бір бәле бар екен. Оған енді мынау циркке бармағандар барады.